Бири билсе, бири билмес, буг эл эмне үчүн деген сурак болсо, сонда бизде очень крутой буг эл болот. Сәлем достар, сіздер мен бірге мен және де Moto.kz каналы. Бүгінгі Rox'тың бірінші бөлімінде біз Rox'ке буг ел жасайтын боламыз. Біреулер байқаса, біреулер байқамаған болар. Бұрын Rox'та менде өзім жасаған буг ел болған. Оның қисығы да бар болатын біріншіден. Екіншіден углы көп болатын. Үшіншіден сәнсіз болатын. Төртіншіден баққа тиіп тұрған болатын. Бесіншіден пластикті салу өте қиындық тудырғандықтан пластиктің көп жерін кесіп тастадым. Қазір ал сол пластиктің кескен жерлерімді қайтадан жасап, өзіме көп жұмыс тауып алдым. Сондықтан бүгін біз углы аз, сәнді, ұзын, пластик көп кеспейтін буг ел жасайтын боламыз. Және де достар, міне көрсете кетейін, мынандай пластинадан жасайтын боламыз буг елді. Трубадан Rox'ке жасаған келмейді, себебі труба көп орындалады, пластикте көп кесу керек болады, және де джоккас деген секілді сыртынан да істей алмаймын, себебі Rox'тың пластигі өте үлкен. Бұрынғы буг елдің углы осындай болған, байқасаңыздар, ал қазіргі буг елдің углы примерно осындай болып қалар. Және де мына жердегі бакка тимей, бактан біраз алшақта болады. Шешілетін буг ел болғандықтан осындай бұрыш жасап алдым. Бұл 4x4, қазір біз тесетін боламыз, соны бекітетін боламыз. Және де осыған бетіп сваркілеп, арт жағында біраз зазор қалтырып, углды түсіре отырып жасайтындай. Тағы бір осындай бұрыш жасау керек. Ол бұрыш бұдан ұзындау болады, бұдан жалпақтау болады. Сондықтан соған кірсек, алдымен әрине өлшеу жұмыстарын жасап алу керек, себебі буг ел қисық болмас үшін. Бұрын мен буг ел жасағанда әрине көз мөлшерімен жасайтынмын, сондықтан көбіне қисық болып кететін. Осы жолы мен толықтай барлығын өлшеммен, барлығын бірдей қылып жасауға тырыстым. Және де міне темірге өзімнің өлшем бірліктерімнің бәрін бұрыш жасау үшін түсіріп сызып жатырмын. Және де бұл буг ел жаман болып шықпауы тиіс. Міне бұрыш жасап шықтық, угольник деп айтсақ болатын шығар. 4x4 размері алдыңға, ал артқысы 6x6 болады. Міне біз осындай бұрыш жасап алдық. Бұны қазір тесу керек бізге. Одан кейін ананы тесіп алу керек, екеуін бекітіп, буг елдің сваркілеу керек. Мына екеуін былай бекітіп. Сонда бізде очень крутой буг ел болады. Міне біз артқы бұрыш жасауға кірістік, және артқы бұрыштың тесіктерін тесуге, және де тағы өлшем бірлікпен барлығын өлшеп, сызып, дәлме-дәл қылып тесуге тырысамыз. Сол үшін алдымен сызу жұмыстарының барлығын жасап алу керек. Және де біз 10 мм сверломен тесетін боламыз. Бактың, багажниктің барлығының креплениясы сол 10 мм. Буг елді нешқуатқа жасап алдық, және де буг ел пластинасы өте жалпақ болғандықтан мен ойлана келе өте ыңғайлы, өте кішкентай, өте сәнді болу үшін буг елдің 10-нан 8 бөлігін ғана қалтырып, 2 бөлігін кесіп тастауға шешім қабылдадым. Және де бұл шешімге мен толықтай разы болдым, себебі буг елдің түрі бәрі сәнді болатын сияқты болып шықты.
me, I called that bitch a bum. I was off the Hennessy, my mind was feeling numb. She know that she into me, she's cute, she's playing dumb. Міне біз бұл елдің оң жағын жаңа 10-нан 8 бөлігін қалдырдық, және де сол жақ бөлігін тұрған жерінде әзірше қалған бөлігін жасап алу үшін тұрған жерінде кесіп тастайын деп шештім. Бұл елдің арт жақ бөлігін жасауға кірістік, және де бұл елдің арт жақ бөлігі біраз дүзу болу керек, себебі үшбұрыш сияқты болып шықпау үшін бұл елдің темірлерін біраз майыстыру керек. Сол үшін дұрыс майысу үшін, біркелкі жерде майысу үшін ортасына бір профильді жай ғана прихватить етіп сваркілеп алдым, және де қалған бөлігі сол сваркіленген жер қозғалмайды да, одан кейінгі жері қозғалатын болады, майысатын болады, және де бұл жан-жағынан қарап өлшеп бұрылған бұрылыстары бәрі түзу болып шығуы тиіс. She on her cell phone, I'm filling up her thighs. What you like, look, I just like what you like. Came up out the dark with this chain, give me the light. Shorty giving head where she learned to read and write. Kissing on her neck, I'm just tryna get her right. Baby, I'm a gentleman. Keep it 100, I ain't settling. You think I owe you like a friend? Түзу қылып шығару үшін әзірше осындай профильді варт ете тұру дұрыс деп шештім әзірге, және де ол қазір кесілетін болады, қайтадан сваркіленетін болады. Ол әзірше уақытша болғандықтан ол көзге де ортасынан алыстан оң жағынан сол жағынан көру үшін екеуі бірдей ма бірдей емес па, сол үшін әзірге істелген шешім. Sending flowers on the table like a Zara call me. Niggas shooting out the clutch like they rob a Harry. I switch gears and hit the clutch, yellow black Ferrari. Riding low, sitting high. The only time you niggas drip is if you die. These niggas move like FBI, they taking bribes. Міне бұл елдің толықтай түзу екеніне көз жеткізу үшін метрмен өлшейтін боламыз, және де скутердің рамысы заводской жасалған ғой, сондықтан соларда ала отырып өлшеп барлығын түзу қылып келтіріп аламыз. Түзу болмаған жерлер болса қайтадан қиып, қайтадан сваркілеп, сондай жұмыстар болады. Көз мөлшерімен істегеннен қарағанда осындай өлшеп жасаған әлде қайда ыңғайлы екен. My bitch from Beijing, a little Asian, no conversation at all. Sipping Hennessy, a dirty Sprite, doing 180 down the turnpike. She on her cell phone, I'm filling up her thighs. What you like, look. Sipping Hennessy, a dirty Бірі білсе, бірі білмес, бұл ел не үшін деген сұрақ болса, бұл ел стантрайдингте мүмкін сіздің газыңыз клинт етіп қалған жағдайда, немесе тормозыңыз істен шыққан кезде, арт жаққа құлаған кезде, скутердің, мотоциклдің арт жағы сынбас үшін, және де түрлі трюктер жасау үшін арналған раунд бар деп аталады. Ағылшынша, орысша, қазақша бұл елді атай береміз. Және де бұл темірден жасалған берік рамаға бекітілген зат. Мен сіздерге осындай скучно болмас үшін көп сәттерді назардан тыс қалдырдым, және де көп өлшеу жұмыстары, көп кесу жұмыстары, көп қайрау жұмыстары, көп сваркілеу жұмыстары болды, және де қарсы алыңыздар менің жасап шыққан бұл елімнің соңы. Never say I've been on my grind for 7 days. Need a race, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, CBA. Never say I've been on my grind for 7 days. Need a race, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah.
жасап шыққан бугелердің ішінде ең әдемісі, ең түзуі осы бугел болып шықты деп сенемін. Сіздерге ұнаса осы бугел лайк қойыңыздар, және де келесі видеода өте қызық видеолар болады, сондықтан жазылыңыздар.